Ой, Мен сол мен қуаныштымын. Майнкрафтты жаңа обновление Жаңа болды деп болып естігем. естігем. Бұда топырақ заттары Жер болу заттары керек. күшті болу Енді керек. топырақ заттарын жасайтын уақыт келген секілді. Жақсы көремін. Мен топырақ заттарын жақсы көремін. Енді ағаш жабу керек. Топырақ заттарын тез жасау керек, өйткені Ха. Сен топырақ заттарын жасаймын деп білесің ба? Сен оны ешқашан жасай алмайсың. Ол өтірік. Сен нупсың, білесің бе соны? Андағы не істей алады деп ойлайсың? Андағы құр топырақ қой. Одан гөрі ағаштан жасалған қылыш жақсы. Лол. Егер де Майнкрафтта топырақ заттар болса, аударып тастағаныңызды кезеді. Келесі видео 15 лайктан кейін шығады. Дәл осы сәтте бірақ PvP аренада. Алайық, бүгін мына екі адам қақтығысып қалды. Олар бір-бірімен төбелеспекші. Енді кімнің жеңетінін тамашалайық. Қане, бастай беруге болады. Менде алмазын заттар бар, сенде не бар? Менде топырақ заттары бар. Кімнің жеңетіні белгілі болып тұр. Алмаздардың көзін құртайық. Не? Бұл керемет қой. Дәл осы сәтте. Біз топырақты жақсы көреміз. Топырақ заттары өте керемет. Мұттар топырақ заттарын өте жақсы көреді. Дәл осы кезде. Манектің бәрі не топырақ айналып кеткен ба? Бұл не сұмдық? Егер де мұнда темір ештеңе таба алмаймыз ғой. Мейлі, бәрі іздеп көрейік, тауып аламыз. Топырақ заттарын жасайтын уақыт келді. Топырақ заттары мүмкін білу өтірік шығар. Мен бұған сенбеймін. Ондай топырақ заттар жоқ, лол. Мен бәрібір оны тексеріп көруім керек. Верстак? Жарайды, көрейік. Мұның топырақ килкасы ма? Бұның қалай жұмыс істейтінін көру керек. Вау! Енді маған тас табу керек тездеткенде. Тездетіп тас табу алайын. Бұның қалай кезетінін көргім келіп тұр. Қане. Әйтеуір дегенде тас таптым ғой. Енді бұның қалай жұмыс істейтінін тексеріп көрейін. Вау! Бұл өте керемет. Топырақ заттарын мен жақсы көремін. Көмектесіңдер. Көмек. Мұнда топырақ заттарын кім тастаған? Бұлар онша емес қой. Бұны қайықта бір нүкте тастай салу керек. Лол. Егер де Майнкрафтта топырақ заттары болса, аударып тастаған @kz. Ұнаса лайк басып, комментария қалдырамыз. Келесі видео 20 лайктан кейін шығатын болады. Сау болыңыздар.